Армысыздар, құрметті көрермендер, біздің бүгінгі бағдарламамыз елінің батыры Орағауызды шешені Жидебай батырға арналады. Кейбір деректерге сүйенсек, Жидебай бала кезінде анасынан айырылып, өгей шешесінің зәбірін көріп, жетімдіктің зарын тартқан. Десе де Әлтеке және Дос батырдың ұрпағы алғашқы ұрыстың өзінде-ақ топ жарыпты. Толығырақ келесі бағдарламамызда. 17-18 ғасырлардағы қазақ даласын жаппай шарпыған соғыс елдің бас көтеруге жарайтын ер азаматтарының аттан түспеуіне әкелді. Жаудың бетін қайтарып, шабуылына тойтарыс берген бір туар батырлар жайлы әңгімелер ел ішіне кеңінен тарады. Олардың аты аңызға айналды. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөкенбай, Қаздауысты Қазыбек, Шақшағұлы Жәнібек, Әлтекеде Жидебай, Қарашорда Сеңкібай. Әр батырдың тарихтан алар өзіндегі орны бар. Қайсысы болмасын, бойындағы бар күш-қуатын еліне жұмсады. Халық үшін өз өмірлерін қиды. Ататалған батырлардың арасында Әлтеке Жидебайдың да есімін көреміз. Өз кезінде Абылай ханның белді батырларының бірі болған Жидебай батырдың алдымен ата тегіне тоқтала кетсек. Жидебай қазақ қалмақ шапқыншылығы кезінде ел қорғауға қатысқан жау жүрек батыр болған Әлтекенің шөбересі. Алайда Әлтеке кейбір деректерде келтіргендей 28 жасында жау қолынан қаза тапқан. Ал Әлтекенің екінші әйелінен Жидебайдың атасы Дос батыр туады. Көнегөз кәрі құлақты қариялардың айтуы бойынша Дос найзагер батыр болған екен. Шайқаста дұшпандарын қабаттап түйреп, ешбір жаудың батыры Доспен жекпе-жекке шыға алмаған. Бірақ та Дос батыр 78 жасында жау қолынан қаза табады. Ал Жидебайдың әкесі Қожаназар осы Дос батырдан туады. Бірнеше ғасырға созылған жоңғарлармен болған соғысқа Қожаназар да қатысқан. Жекпе-жекте дұшпанның талай батырын жер қаптырып, қырғынға ұшыратқан екен. Ел аузындағы әңгімеге қарағанда Қожаназар да 28 жасында бан намазында тұрғанда жау қолынан қаза табады. Ал Жидебай батыр Қожаназардың екінші әйелінен туады. Ерлік тұлғасын білу үшін ол кісінің өмір сүрген кезеңінің тарихи келбетін білуіміз керек. Енді ол кезеңнің тарихи келбетін жасаған осы біздің Абылай Жидебай атамыз, бабамыз сияқты ұлы тұлғалар. Енді ол кезең қалай еді? Ол кезең қалай болды? Жалпы тарихи, рухани келбеті қалай? Ол біздің қазақтың тарихында, мынау батырлықтың ең соңғы кезеңі деп аталады. Өйткені осы біздің Жидебай атам енді ол кездегі батырлық кезеңнің басында Абылай бабамыз тұрды ғой. Абылай бабамыздың қасында Бөгенбай, Қабанбай, одан жасырақта біздің Жидебай бабаларымыз бар. Міне соңғы кезеңнің осы ұлы тұлғасын жасап кеткен батырлардың қатарында мына біздің өзіміз көтеріп есімін ардақтап жүрген Жидебай бабамыз да болған. Ол кісі жай қатардағы емес, сол ұлы тарихты, ұлы кезеңнің келбетін қалыптастыруда өзіндік орны бар. Батыр, би, шешен, көп салалы. Зерттеушілердің айтып жүрген тұжырымына сенсек, 18 ғасырда өмір сүрген Жидебай Қожаназарұлы 1713 жылы Балқаш көліне келіп қоятын, Іленің бір сағасы болып табылатын Жидел өзенінің бойында дүниеге келген. 15 жасында жауға аттанып, Аңырақай шайқасына, Қан Шеңгел, Ақсүйек соғысына қатысып ерлік көрсеткен. Баян тауын, Ертіс маңын, Нұра бойын, Қарқаралы, Ұлытау, Ақмола, Балқашта азат еткенде Мыңбасы, Тарбағатай, Аягөз, Талдықорған, Құлжа, Алатау, Талғарды азат еткенде әскер басы болған. Талғар қаласы маңындағы Жидебай асуы, Абай қыстауындағы Жидебай қорығы осы батырдың атымен аталуы тегіннен тегін емес. Бұл кісінің атағы бір-екі жерде ғана емес, бүкіл Қазақстан біледі. Жаңа мен айттым өздеріңізге, мынау Алматы облысының Талғардағы Талғар шыңы деген жер бар. Сонда Жидебай асуы деген атау бар. Ол тегін берілмеген, жазылған қазір сонда. Одан кейін мынау қазіргі Восток, бұрынғы Семей облысында Абай ауданында Жидебай қорығы. Басқа кісіге емес, сол кісінің атына берілген. Ол олма Абылай ханның Көкшетауда үлкен ескерткіші бар. Өте жақсы салынған. Сонда жазылған Жидебай батыр Абылай
ханның сарбаздарының бірі атақты қолбасшы Батыр деп. Ол олма ол кісі шешен, тілді, сонан кейін әділ би болған адам. Абылай ханның белді батыры зұлмат заманда қол бастаған Бахадүр Жидебайдың қайталанбас ерлігі тарихтың ақтаңдақ беттерінде өшпестей болып таңғалады. Өз заманында Жидебай Қожаназарұлын ел басына күн туса, атқа қонған Жидебай, ел басына дау туса, таққа қонған Жидебай, қазағымның басына баққа туған Жидебай деп әспеттеген екен. Сонау қазақ пен қалмақ соғысы кезінде қалың қолға тойтарыс берген Жидебай батырдың өшпес ерлігіне сүйсінген қалдан серен қазақ жерінен кетіп бара жатып Абылайға айта барыңдар. Жоңғар Алатауының бір асуын Жидебайдың атына берсін деп өтініш айтса керек. Себебі батыр жайлы ел аузында сақталып жеткен әңгімелердің бір бөлігі тарихи үлкен тұлға Абылай ханның есімімен байланыстырылып айтылады. Бірде Абылай хан бір топ нөкерлерімен келе жатып, төбенің беткейінде атын жайылымға жіберіп ұйықтап жатқан адамды көреді. Жаугершілік уақытта қорықпастан айдалада жалғыз жатқан жанға әр таңырқай, әр ойлана қараған хан нөкерлерінің бірін біліп келуге жіберді. Барып келген сарбаз: "Хан ием, ұйықтап жатқан батыр тұлғалы жас жігіт екен. Екі жақ қойнында екі түлкі ойнап жүр. Солардан қатты сескендім. Жақындап бара алмадым" депті. Мұны естіген хан өзі барып қараса, әлгі нөкердің айтқаны рас болып шығады. Іле-шала ортасына қайтқан Абылай батырды таптырып қасына алғызады. Арада бір ай шамасы уақыт өткен кезде әлгі түлкіні көрген нөкердің екі көзі су қараңғы соқыр болып қалады. Таңырқаған хан Жидебай батырдан: "Ана сарбаздың көзі неге көрмей қалды?" дегенде батыр: "Менің әулиелігімді байқататын түлкілерімді көрген шығар" депті. Сонда Абылай қайтадан: "Ал оларды мен де көрдім, бірақ көзім аман ғой" деп сұраулы жүзбен қарағанда, "Сіздің бойыңыздағы қасиет арыстандай айбатты екен. Сондықтан көзіңізге зақым келген жоқ" деп жауап берді. Мынау Абылайдың қасына еріп, мынау 45 жылдан бастап мынау біздің сол кездегі ең басты қарсыласымыз әлемдік саяси, сарасындағы жоңғар мемлекетінің жағдайы қиындай бастайды ғой. Міне сол кезде Абылайдың қасына еріп, сол 50-ші жылдардың ортасына қарай жоңғар мемлекетінің түпкілікті тарих сарасынан жойылып кетуіне де атсалысқан тарихи тұлғалар болған. Міне сол оқиғалардың бұл кісі бел ортасында болған батырлық. Енді ел арасындағы әңгімелер көп, ол түрлі аңыз әңгімелер көп. Жаңағындай, оның бәрі де шындыққа жақын. Айта берсе, Жидебай батырға қатысты аңыз әңгіме жетіп артылады. Арқада туып өскен қазақ баһадүрі жүзге келіп қайтыс болған. Мазар Шет ауданындағы Нұра өзенінің бойында Тұмсықты елді мекенінің тұсында орналасқан. 1813 жылы салынған екен. Және 1993 жылы батырға 280 жыл толғанда бабаның ұрпақтары ескі мазардың сыртын жаңалап тұрғызыпты. Жидебай батыр 15 жасында жау қайтарыпты дейді. Жау қайтару бұлай болған. Қалың қалмақ қаптап келе жатқанда ауылда ешкім болмаған. Сонда бабамыз үстіндегі ақ жейде көйлегін тоға тігіп, боз аттың бір жағына балшық жағып, сай-сайдан түскен екен дейді шауып. Өйткені ақту мыңбасын көрсетеді екен. Ол кезде ақту мыңбасында ғана болады екен де. Әр сайдан шауып түскенде қалмақтар, жоңғарлар 5000 қол келе жатыр деп алыстан қарап, содан қашқан екен дейді. Осыдан 2 жыл бұрын Жидебай батырға 300 жыл толды. Соңында қалған елі батырдың айтулы мерейтойына орай тамыз айында Қарағанды облысына қарасты Ақтоғай ауданының 2 күнге созылған үлкен ас берді. 70 ақшаңқа үй тігіліп, ақындар айтысы, балуандар сайысы, аламан бәйге ұйымдастырылды. Бас жүлдеге автокөлік тігілді. Оған ақындардан Дидар Хамиев, балуандардан күрестен әлем чемпионы атанған Бекзат Ахметбеков қол жеткізді. Ал дүбірлі бәйгеде Ақтоғай ауданының тұрғыны Ыбышев Амантайдың Роза атты жүйрігі басқаларды шаң қаптырды.
19 ғасырда жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте ерекше ерлігімен тарихта өшпес із қалдырған тұлға Жидебай батыр. Оның қайталанбас ерліктері халық аузында сақталып, жас ұрпаққа мәлім болуы тиіс. Осындай мақсатпен Балқаш қаласындағы 3-ші мөлтек ауданға Жидебай батырдың есімі берілді. Әрі уақытты батыр, әрі би, әрі шешен. Бұл сәтті Бахадыр бабамыздың ұрпақтары 2012 жылдан бастап күткен еді. Міне 3 жылдан кейін биліктегілердің шешімімен, халықтың қалауымен 3-ші шағын ауданы кең байтақ жерімізге қорған болған ұлы тұлғаның есімімен аталды. Балқаш қаласының ономастикалық комиссиясы қарап 2012 жылы Жидебай батыр шағын ауданы деп 3-ші ықшам ауданын береміз деп, соған біз құжаттарын жинадық. Әрине батырға құжат жинау оңай шаруа емес. Бүкіл архивтардан, Алматтан, жан-жақтан бұл кісінің өмір тарихын дәлелдеп, тарихи деректерін, яғни қай жерде жаугершілікте болған, қандай соғысқа қатысқан, бүкіл атақ даңқын түгел жинақтадық. Алматы, Семей, Қарағанды, босанмаса өзінің жаңағы қыс-қыстауы, жаз жайлауы болған, сонау Ақсу Аюлы, Ақтоғай, мынау Балқаштың Дересінге дейінгі орталықта өксің жаз жайлау қыс-қыстағы болған. Сондай дәлелдермен, айғақтармен бүкіл төлқұжаттарын жинап, осы 2012-де басталған 2013 жылы талап етіп сұрадық. Содан міне тәуба 2015 жылы осы апрель айында ономастикалық комиссияның республикалық үкімі шығып, Жидебай батырға Балқаш қаласынан бұрынғы 3-ші микрорайонды Жидебай батыр шағын ауданы аталсын деген үкім шықты. Салтанатты жиынға батырдың ұрпақтары мен қала тұрғындары және шаһар басшылары жиналды. Қала әкімінің орынбасары Саягүл Жақсылықова мен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ырымбек Жүнісов мерекелік лентаны кесті. Шашу шашылып, жыр айтылып, шара соңында халықтың қуанышына ұласты. Ұлы дала еліне сөз арнайын, бүгінде қуанышы еселенген. Бұл жерде ер Жидебай қорғап декен, жау шүйлігіп келсе де неше жерден. Бабамның ізі қалған құтты мекен, көгергенді көріп тұрым көсегеннен. Өнегелі іс күтем өсер елден, мың алғыс Балқаштық ағайынға, ардақтап Жидебайға көше берген ай. Қазақтың алғашқы хандары Керей мен Жәнібектің қазақ деген хандықтың туын тікеніне міне биыл 550 жыл толып отыр. Бұл мерейлі дата заугершілік жылдары еліне қорған бола білген, бірақ есімдер ұмытыла бастаған хандар мен батырлардың есімін қайта жаңғыртуға үлкен себеп болды. Мемлекет оларға көше атын беріп, ескерткіштер тұрғызуда, ал ақындар болса батыр бабаларымыздың ерлігін айтып, қайсарлығын жырға қосып жүр. Текте асылдан, баталып жолың ашылған, жеріңді қорғап қол бастап, жасадың ерлігі жасыңынан. Аймауыт сауыт кимесең, жауыңа оттай тимесең, еліңе қорған кім болар, Бахадыр бабам кимекен. Аймауыт сауыт кимесең, жауыңа оттай тимесең, еліңе қорған кім болар, Бахадыр бабам Жидебай. Қамал қаһарлым, айтардың кеген атаңның, қараңғы түнде жол тауып, көріп кел батыр атандың. Сәуегейлігіңі сыр бекем,
екен, қос қызыл түлкің жол бастар, әулие бабам жиде екен. Сәуегейлігіңіз сыр мекен, Алладан келген симекен. Қос қызыл түлкің жол бастар, әулие бабам жиде